ол қандай сан болуы мүмкін? Біз бөлшек сандар өтіп жатырмыз ғой. Бұл екі сан бір-біріне кері сан болып табылады. Мысалы 4-ті, қай санға көбейтсең, ол 1 шығады. Ол яғни 4-тің астына біз бөлшек жасап аламыз. Ол 1-ден 4. Енді осы бөлшекті мен алғым керек. Қандай бөлшек шығады? 4-тен 1. Сонда мына екеуі не? Сонда 1-ді 1-ге көбейтті деген сөз ғой, үстінде 1 қалды ғой. 1-ді 1-ден 1 шығады. Көрдіңдер ме? Қандай көбейтіндінің мәні 1 болатын болса, бұл екі санды өзара қандай сандар дейміз? Кері сандар деп атаймыз. Түсіндік пе? Қай санға көбейтсем? 5-тен 8-ге. Оңайы аудара саласың болды. Мынаны мынамен қысқарта саласың, мынаны мынамен қысқарта саласың. 1 шықты. Түсіндік пе? Все.